Парламенттің сайлауы келесі мерзімі бойынша өтетін болса 17-ші жылдың басында өту керек. Ал президенттің сайлауы 16-ші жылдың желтоқсанында. Конституцияда арасы қанша болуы керек деп айтылмаған, тек қана жаңағы бір жылдың ішінде өтпеу керек деген сондай қағида бар. Сондықтан бұл жерде ол бұлайда айтуға болады. Оны мәселен сол үшін президенттік сайлау болсын, парламенттік сайлау болсын, ерте өткізудің ешқандай қажеттігі жоқ. Екінші уәждеріне келетін болсақ, шынында да елде жағдай өте күрделеніп баратыр. Ол экономикалық, қаржылық, қаржылық жаңағы дағдарыс алатын болсақ та, халықтың әлеуметтік жағдайы, мұнайдың бағасының төмендеп бара жатқандығы, соған қарамастан осындай жағдайлар әрине осы қанша бүгінгі теңгені ұстағаныменен оған айына 2-3 миллиард доллар жұмсап тұрақтандырып отырғаныменен де оны шексіз ұзақ мерзімге ұстауға мүмкіншілік жоқ. Сондықтан ерте ме кеш пе халықтың әлеуметтік жағдайы төмендейді. Егер біздің елде осы уақытқа шейін экономикалық жағдайда тиісті диверсификация жасалып, шикізат көзіне жаңағы соған ғана қарап қалмаған басқа да экономиканың кәсіптің басқа да түрлері өркендеген болса, онда жағдай басқа. Ал мынау шикізатқа байланысқан экономика болған соң, әрине ертеңгі күні ертелі ме кеш пе оған елдегі әлеуметтік жағдай, экономикалық жағдай күннен күнге төмендей береді. Мұның бәрі әкеліп халықтың, онсыз да шыдамы таусылып отырған халықтың ашу-ызасын күшейтіп, ол немен бітетіні белгісіз. Әрине сондықтан да бұл жерде биліктің өз билігін ұстап қалу бағытындағы ең ыңғайлы, сол билік мерзімін ұзартуға ең оңтайлы уақыт әрине бүгінгі осы қанша шығын болса да теңгенің тұрақтылығын ұстап отырған кездегі сайлау өткізу екені рас. Әрине осы уақытқа шейін болған сайлаудың бәріне біз өзіміздің теріс пікірімізді айтқанбыз. Бұлардың жаңағы әділетсіз сайлау болғандығы, дауыстар ұрланғандығы, жалпы сайлау тепе-теңдік, сайлауға қатысқан күштердің тепе-теңдігін қамтамасыз ететін бағытта өтпегендігі, соның арқасында бүгінгі мәжіліс болсын, президенттік сайлау болсын, нәтижесі сол қолдан жасалған екендігін айтып келе жатқанымызды білесіз. Сондықтан әрине осы өзгермесе, не болмаса жаңағы елдегі мынау экономикалық, әлеуметтік, саяси, бүгінгі саясатқа тиісті өзгерістер, реформалар болмаса, онда 10 сайлау өткіз, 100 сайлау өткіз, баяғы жартас, сол жартас, баяғы жаңағы осы сайлаудың нәтижесі баяғы болып қала береді. Сондықтан бұл жерде біз ол бүгін сайлау өтсе де, ертең сайлау өтсе де, яки болмаса мерзімді уақытысында сайлау өтсе де, бәрібір егерде әділетті сайлау болмаса, егерде жаңағы тиісті экономикалық, әлеуметтік, саяси өзгерістерге ынта болмаса, онда бұндай сайлаудың нәтижелері оңды болмайды деп есептейміз. Сондықтан да бізге бүгінгі күні бұл сайлауға қатысамыз ба, қатыспаймыз ба деген үлкен күмән тұр. Себебі бірінші жағынан бұл сайлауға оппозициялық күштер қатысып, өзінің елдегі әлеуметтік жағдайға өз бағасын беріп, осы тығырықтан шығатын жолдың қандай екенін халыққа жеткізу бағытында осы сайлауды пайдалануға болады. Бұл бір жаңа ұтымды жағы. Себебі бүгінгі күні басқа жолмен біз не теледидар арқылы, не болмаса жалпы кең тараған бұқаралық ақпарат құралдары арқылы өз көзқарасымызды халыққа жетуге мүмкіншілігіміз болмай отыр. Оған билік жағынан тыйым салынған. Сондықтан да сайлау науқанын пайдаланып, өз көзқарасымызды, өз ұсыныстарымызды халыққа елге жеткізу бүгінгі
биліктің жасап жатқан қателіктерін халыққа ашық айту бағытында жұмыс жүргізуге мүмкіншілік болады. Екінші жағынан, бұл сайлау жаңағы мен айтып отырған әділетсіз сайлау болып өтетін болса, жаңағыдай бұрынғыдай тек қана алдын ала белгілеген көрсеткіштерге жету үшін қолынан келгенін бәрін жасап, тек қана жаңа 99-100% кем алмаймыз деп сол бағытта тек қана әкімшілік мүмкіншіліктерді пайдаланып жасалатынына да күмәніміз жоқ. Сондықтан құры далбаса болып барып, жаңағы нәтижесі баяғыдай болып жататын болса, ондай сайлауға қатыстың қаншалықты керегі бар деген уәж тағы да бар. Міне сондықтан да бізге қазір оппозициялық күштерге осы екі көзқарастың қайсысы басым, қайсысын қолдауымыз керек, сол дұрыс па, дұрыс емес па деген бағытта талқылау жүріп жатыр. Соның нәтижесіне барып, өз шешімімізді айтамыз деп отырмын.